Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасының аясында көлік саласы бойынша бірнеше үлкен жобалар көзделген. Ол жаңағы автожол саласында темір жол, су көлігі және авиация саласында бірнеше инфрақұрылымдық жобалар іске асыру көзделген. Атап айтқанда темір жол көлігі саласында бірнеше транзиттік әлеуетті дамытуға арналған жобалар бар. Ол Достық Мойынты учаскесінде екінші жол салу және соны электрификациялау. Бұл жоба өте маңызды жоба болып саналады. Стратегиялық маңызы өте жоғары. Өйткені бұл учаске арқылы Қытайдан Европаға бағытталған транзиттік контейнерлер тасымалданады. Жобаның ұзындығы 833 километрдей. Осы 21-25 жылдар аралығында осы жоба іске асырылатын болады. Екінші жоба ол Дарбаза Мақтаарал жаңа теміржол учаскесін салу. Бұл жобаның да маңыздылығы өте зор. Бұл оңтүстік дәлізде орналасқан учаске болып саналады. Бұл дәліз арқылы Қытайдан Орталық Азия елдеріне, жаңағы Ресейден Орталық Азия және кері қарай осы учаскелер арқылы транзиттік экспорттық жүктер тасымалданады. Бұл жобаның тағы бір ерекшелігі қазіргі таңда Сарыағаш станциясы арқылы көптеген жүктер өтеді, жаңа транзиттік, экспорттық. Және сол Сарыағаш ауданын Мақтаарал ауданымен байланыстыру. Өзбекстаннан өтпей, Қазақстанның аумағы арқылы өтіп, сол өңірді теміржол желісіне қосу болып саналады. Келесі жоба ол Алматы станциясының айналма жолы, теміржол желісі. Бұл жобаның ерекшелігі Алматы станциясы арқылы өтетін жүк операцияларын 30%-ға қысқарту. Және де бұл учаске негізгі теміржол желісі арқылы өтетін халықаралық көлік дәлізі арқылы өтетін учаске болып саналады. Сол учаскенің ерекшелігі осы бағытта өткізу қабілетін арттыру. Су көлігі саласындағы жобаларға келсек, қуатты өңірлер ұлттық жобасы аясында Ақтау портында контейнерлік хаб жобасын құру. Бұл жоба бізге беретін мүмкіншілігі дүниежүзі бойынша ең танымал, ең ірі контейнерлік операторларды осы Қазақстанға тарту. Контейнерлік хаб құру жобасының маңыздылығы өте зор. Өйткені өздеріңіз білетіндей, Қазақстан аумағы арқылы бірнеше көлік дәліздері өтеді. Оның бірі Қазақстан үшін стратегиялық маңызы зор жоба, бұл Транскаспий халықаралық көлік дәлізі, көлік маршруты. Бұл жоба бастауын Қытайдан, Қытай өңірлерінен Қазақстан арқылы 3000 километр теміржол арқылы және Каспий теңізінде Ақтау құрық порттары арқылы Әзербайжан, Грузия, Түркия елдеріне бағытталатын контейнерлік тасымалдарды жүзеге асыратын маңызды жоба болып есептеледі. Және осы контейнерлік хаб құру жобасы осы дәліздің дамуына, ары қарай дамуына өте зор үлесін қосады деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда Қазақстандағы жалпы пайдаланымдағы жолдардың ұзындығы 157 000 километрдей. Оның 25 000 километрі ол республикалық маңызы бар жолдар. 71 000 километр жаңағы облыстық, аудандық маңызы бар жолдар.
қалған жолдар ол жаңағы қаланың ішіндегі ауылдар ішіндегі жолдар болып есептеледі. Қазіргі таңда 20 жылдың қорытындысы бойынша, атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша, республикалық маңызы бар жолдардың 89% жаңағы нормативтік жағдайда, яғни жақсы жолдар. Ал аудандық және облыстық маңызы бар жолдардың 20 жылдың қорытындысы бойынша 75% нормативтік жағдайда. Ендігі осы ұлттық жобаның аясында бізге қойылған мақсат республикалық маңызы бар жолдардың 100%-ын нормативтік жақсы жағдайына жеткізу. Бұл жаңағы 25 000 километрдің барлығы жақсы жағдайда болу керек. Ал облыстық, аудандық маңызы бар жолдардың 95%-ы жақсы нормативтік жағдайға жеткізілуі керек. Бұның бәрі 25 жылға дейін жасалатын жұмыстар. Қазақстанның географиялық тұрғыдағы орналасуы жаңағы Еуразияның жүрегінде орналасқан, Қытай мен Азия тынық мұхиты елдері және Ресей Федерациясы бар, орталық Азия елдері бар, Еуроодақ елдері, соның ортасында орналасуы Қазақстанға өте тиімді. Сол тиімділікті және транзиттік әлеуетті біз барынша қолдануымыз қажет. Бұл мақсатта Қазақстан арқылы жаңағы шығыстан батысқа, Қытайдан Еуропаға, солтүстіктен оңтүстікке, Ресейден орталық Азия елдеріне және Қытайдан орталық Азия елдеріне бағытталған транзиттік жүктердің бәрі бүгін Қазақстан арқылы өтуде. Сол тасымалдардың барлығын қазіргі таңда біз қамтамасыз етіп отырмыз. Нақты сандарға жүктелсек, ол 20 жылдың қорытындысы бойынша жалпы транзиттік тасымалдардың көлемі 22 миллион 700 мың тонна құрады. Оның ішінде 20 миллион 600 мыңы ол темір жолмен өтсе, 2 миллион 100 мың тоннадай ол автомобиль жолдарымен, автомобиль көлігімен тасымалданған транзиттік жүктер. Соның ішінде атап өтетін тасымалдар ол контейнерлік тасымалдар, контейнерлік транзиттік тасымалдар. Қазіргі таңда контейнерлік тасымалдар өте белсенді дамуда. Қазақстан арқылы 20 жылдың қорытындысы бойынша 876 мың 20 футтық баламадағы контейнерлер өткізілді. Бұл бағытта шамамен 60-70% ол Қытай мен Еуропа арасындағы өткізілген транзиттік контейнерлік тасымалдар. Осы жылдың нәтижесі бойынша айтатын болсақ, 11 айдың қорытындысы бойынша миллионға жуық контейнер тасымалданды. Нақтырақ айтсам, ол 969 мың 20 футтық баламадағы контейнер. Осы желтоқсан айының басында миллионыншы контейнер тасымалданды. Бұл өте үлкен жетістік. Осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған жетістік, өте үлкен жетістік деп санаймыз. Жалпы көлем бойынша айтатын болсақ, Қазақстан арқылы 11 айдың қорытындысы бойынша шамамен 22 миллиондай транзиттік жүктер тасымалданды. Жыл қорытындысы бойынша біз алдыңғы жылғы қорытындыларға қарағанда өсім көрсетеміз деп ойлаймыз.